Қандай тақырып отыратынымыз? Ендеше көкенді пысықтай қояйық. Қазір 76 шарт болды. Жазамыз. 4 жолын жаза қояйық. Өлеңді көшіп жаза қояйық. Тек қана 4 жолын. Кітабың кете ме? Қуаныш басын көтерші. Бұлдамыра. Бастарын көтеріп, еркін отырыңдар. Көп жол іздеуіңіз. Шөп жұлып ағаш қимаймыз, ұясын құстың бұзбаймыз. Болды. Осының ішінде есік бар ма? Қимаймыз, бұзбаймыз. Есіктің жіктікі жалғау жалған тұрған жатайық. Мыз. Қимаймыз дегенде Мыз. Сосын Бұзбаймыз дегенде мыз. Әрқай, жақсы. Назерге оқиға. Қайнар көзі тірліктің суды да асырап қылмаймыз. Осының ішінде бар ма? Етістік бар. Ол тірліктің және Жоқ, тірліктің дегенде жоқ. Қылмаймыз. Жоқ, емеміз емес. Дұрыстап қой. Қылмаймыз. Қылмаймыз. Мыз деген сөз жалған тұр. Қалған әдет ауызша қандай қойш. Аулада күрді. Кітаптан оқи қой. Қағаның. Аулада күрді. Екінші бағы. Аулада гүлді Баптаймыз. Гүлді таптап баспаймыз. Болды. Осының ішінде бар ма есіктің? Деп тұрған есіктің? Иә. Қайсысы? Баптаймыз. Сосын? Шумақты? Қарашеш. Қарай Баспаймыз. Мыз екен. Нұрышылар айтағы? Өсіріп орман. Өсіріп орман көктемде ауаны таза сақтаймыз. Осының ішінде бар ма есік? Жүктеулі есік? Сақтаймыз. Оған жалған тұрған жалғаумыз. Мыз, иә. Бірінші, жақсы, нұрышылар өте жақсы. Түсінген екенсің, ендеше есіктің жүктелуі дегеніміз не? Қайда қойш? Есіктің жүктелуі. Етістіктің жүктелуі дегеніміз, оның іс әрекет қимылы Жүкті жалғанып, оны өзгертеді. Өзгертіп түсетін осыны біз етістіктің жалғау деп атаймыз. Жақсы, қыздар. Нұрыштан жақсы, Сегізбай жақсы, Ағладың кім? Нұрқат бар Нұрқат. Алтыбай және Үмет әдет жақсы, Бесбай мен бағады. Жақсы, екінші. 3 қадамды сұхбат стратегиясы бойынша жеткінші шарты қол біздер ауызша орындай қояйық. Жақсы. Бірінші, кітаптан қарағандар жақсы. Мен оқиш бәріміз көрмейін. Мен баптаймын, сен баптайсың, ол баптайды. Жақсы. Бірінші оқушы оқи келе жақсы. Исәбін кеш, келе ауыш исәбін. Бірінші қалай, мұнда келіп айтамын. Қандай сөз есімде қалып сенің? Қандай сөз айтқаным? Мен Бағыламын? Ей? Мен бақтаймын. Екінші сұңғатып келе ағып. Тұр. Сұра бер.
айтылған. Сен Айтылған. баптайсың. Иә, сен Сен баптайсың. қуаныш келе ал, Жұмабай. Ол баптайды. Баптайды. Бұл қуаныш айта алсам, бұл жекеше түрде жіктеліп тұр ма, көкше түрде жіктеліп тұр ма? Жекеше түрде. Жекеше түрде Жіктеліп тұр. Нешінші жақта тұр? Бірінші, Үшінші. екінші, үшінші жақта тұр. Айта ал, Нұрбол, келесісің. Келесісің айта. Біз баптаймыз. Сосын кім Темірхан атайды? Сендер баптайсыңдар. Кім әжет келе ал? Олар баптайды. Бұл қандай тәуелдеу? Неше жақта тұр? Бұл көпше жақта тұр. Көкше жағы, яғни көкше түрде тәуелденіп тұр, жіктеліп тұр екен. Жекеше түрде және көкше түрде жіктеледі. Отыра қойыңдар. 77 жақта ойынша да жақсысың берекетіне Фарида, Айтуған, Исабек, Әдет, Нұрбол өте жақсы екен. Жақсы.